Ішкі істер министрлігі қоғамда заң мен тәртіп қағидатын нығайту, сондай-ақ республика жолдарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жұмысын жалғастыруда. Алғыс айту күніне орай Астанада ерекше акция өтті. Жыл бойы жол жүрісі қағидаларын қатаң сақтаған жүргізушілер марапатталды. Оған қатысу үшін күн сайын қозғалыста болатын және былтыр жол қозғалысы ережелері мүлдем бұзбаған автокөлік жүргізушілер таңдалды. Ынталандыру ретінде көлік иелеріне 1 жылдық мерзімге сақтандыру полисіне сертификаттар табысталды. Алғыс күніне орай заң мен тәртіпті нығайту мақсатында сізге Freedom компаниясынан совместно МВД-мен сертификат жолдайды. Іс-шара полиция, Сергек және Freedom Insurance компанияларының өзара іс-қимылы нәтижесінде ұйымдастырылды. Ішкі істер министрімен жарияланған профилактика жылының аясында өткізіліп жатқан қауіпсіз жол акциясының басты мақсаты жол көлік оқиғаларының алдын алу, жол жүрісіне қатысушылардың барлығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және де қағидаларды бұзушылықтың алдын алу. Яғни қазіргі таңда бүгінгі күнде өткізіліп жатқан акцияның өзі мәселен тек қана қауіпсіздікті қамтамасыз ету немесе жол жүріс қағидаларын бұзушылықтарды анықтау емес, сонымен қатар жыл көлемінде көлік басқару кезінде ешқандай да құқық бұзушылыққа жол бермеген, жол көлік оқиғаларына түспеген жүргізушілерді марапаттау болып табылады. Күн сайын Астана жолдарына 284 мыңнан астам автокөлік шығады. Оның 77 мыңы соңғы жылы жол қозғалысы ережелерін бұзбаған. Олардың арасынан жүрісі көп, яғни көптеген қашықтықты еңсерген марапатқа лайық 10 жүргізуші цифрлық жүйелердің көмегімен таңдап алынды. Ұйымдастырушылардың пікірінше мұндай акциялар жүргізушілерді қауіпсіз қозғалысқа, қағидаларды бұзбай жол апаттарын болдырмауға ынталандырады.